Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің отырысында электронды дәуірдегі дәстүрлі кітапхананың ағартушы рөліне тоқталып, мектеп кітапханаларындағы кітап қорына жаңартулар мен толықтырулар енгізілудің аса маңызды екенін атап өтті. Осыған орай мектеп кітапханаларын қайта жаңғырту мен оқушыларды кітап оқуға баулу мақсатында республикалық оқуға құштар мектеп жобасы өз жұмысын бастады. Бұл жоба 2020-2025 жылдарға арналған білім беру ұйымдарының кітапханаларын келешекке дамыту жөніндегі жол картасы аясында жүзеге асады. Жобаның мақсаты өскелең ұрпақтың сауаттылығын арттыру, оқу мәртебесін, оқу белсенділігін және оқу сапасын арттыру, балалар мен жастардың мәдени оқу құзыреттілігін дамыту, көркем шығармаларды оқуды насихаттау, сонымен бірге жас ұрпақ бойында жоғары азаматтық және рухани адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру бағытталады. Дина Нұрпейісова атындағы нөмір 116 жалпы орта білім беретін мектеп кітапханасында 2020 оқу жылының басында отандық классиктердің үздік туындыларының қазақ тіліне аударылған және заманауи ақын жазушылардың үздік шығармаларының электронды кітаптарын QR-кодтап оқырмандарымызға ұсынған болатынбыз. Мына елімізді жайлаған індетке байланысты қашықтан оқу кезінде QR кітапты телефонына жүктеп алып оқуға қол жетімді болды. Мектеп жасына ынтасы ашылған бала терең ойлы, жан-жақты тұлға болып қалыптасады. Кітап оқу дағдысын қалыптастыру арқылы Абай атамыз айтқан терең ойлы азаматтарды тәрбиелейміз. Дәл қазір біз цифрлы заманның ең алғашқы буынымен кездесіп отырмыз. Бетпе-бет кездесіп отырмыз. Мұны қолында зел ұрпақ деп жүреміз. Балаларымыздың жаманы болмайды, жаман мотивация болады. Кітап оқып, білімді шыңдайық. Күш білімде, білім кітапта, кітап табысқа апарар дара жол. Барлықтарыңызды кітап оқуға шақырамын.